Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Quvonqali. Bizga қазір техникалық ақауға байланысты Қуанғали мырза шыға алмай жатыр Тасқала ауданынан. Түсіністікпен қараңыздар. Машалла. Assalomu alaykum Қуанғали. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Алла тағала Қалдарыңыз бізді қалай? шүкір жақсы. Өздеріңіз қалай, жақсысыздар ма? Шүкір, біразға дейін қосыла алмадық. Енді бүгін қазір таныстырып өтейін сізді да. Аха. Бүгін бізде Тасқала аудан жастар ресурсының орталығының теологы Тыным Қуанғали мырза болатын. Бүгінгі қозғалатын тақырыбымыз да дін мен дәстүр деген тақырып. Ана біраз айттым кішкене. Сол сіздің жақта қалай бәрі, былай жұмыстарыңыз қалай? Жұмыс сол бәрі жақсы, керемет. Жаңағы медреседен оқып келіп осы жақта қызмет етіп жатырмын Тасқала ауданында. Басында өзіміз жаңағы салт дәстүрді дұрыс меңгермесек те, осы халықтың арасына келіп кейбір нәрселерді үйренген кездер болды. Жалпы халық дінді өздері дін ұстап жүргенін білмесе де, кейбір жақтарынан жаңағы дін ұстанатын адамның жасайтын амалдарын жасап жүреді. Ол нәрсені мен дәстүр деп білемін, сол бізде. Осылай Қандай қиыншылықтар болды ма осы дәстүр мәселесінде? Бізде қазір білесіздер ғой, дінге қызығатын жастар көп. Сол жастардың ішінде мына дәстүрді, кейбір дәстүрдің тұстарына қарсы шыққандар болды ма сіздің практикаңызда? Ондайлар болды ма? Дәстүрдің кейбір тұстарына қарсы шығатындар болды, иә. Мысалға, жаңағы сәлем салу деген сияқты әңгімелерді көп айтады кейбір жігіттер. Сіздерге де таныс болар ол. Мына сәлем салуды банада бір сол сұхбат болды, сол кезде тоже сәлем салу турасында болды. Ақтау елінде, Ақтөбеде сәлем салады, бізде ондай көп жоқ. Бірақ та оларда осы мәселе кеңінен бұрын қозғалған. Қазір жастар түсінгендей, жалпы сәлемді бізде көбі сәжде деп ойлайды, Аллах Тағалаға сәжде ету деген сияқты мағынаны түсінеді де. Біз расымен де тек қана Аллаға сәжде қыламыз ғой. Бірақ сәлем салу, онымен шатастырмау керек. Ол тек құрмет ретінде бас ию да. Себебі періштелер де адам атаға бас иген. Құранда аят бар ғой, періштелер адам атаға бас иген да құрметпен. Ол жерде сәжде деп келеді, бірақ енді бас ию деген. Сол үшін де бұл да жай құрметпен инеге бас ию болып саналады да, ондай не жоқ. Бірақ ешқашан басқа нәрсеге құлшылық қылынбайды. Оның ислам дінінде ол заң сондай. Үлкен күнәға. Біздер енді үйренгеннен үйренері көп жас мамандарымыз ғой. Біздер жаңа халықтың арасына кіріп, жаңа етене араласып, жаңа салт дәстүрді зерттеп келе жатқан жас маманбыз. Өзіңізде қандай жаңағыдай жағдайлар болды? Сіздер енді біздерден аға болды. Енді мен өзім 2013-тен бері осы жақтамын. Мен де Тасқаладан негізі. Тасқала ауданы Ақтау ауылынанбыз ғой. Біздің дәстүрлерінде бұрынғы жеті шелпек пісіріп, соған оқу, қабірге барғанда шүберек байлау деген сияқты дәстүрлер бар. Бірақ та Абай атамыз айтады ғой бана. Айтқандай, жоғарыда айтып кеткен бана. Абай атамыздың дәстүрдің озығы да бар, тозығы да бар деген сияқты. Біздер мына ата бабаларымыз бізге дәстүрді аманат етіп қалдырды. Мен кейде ана жастармен жиналыстарды айтам. Біздің Совет одағында басқа бір система, саяси жүйе жүрген кезде дінге қатты қарсы болды ғой. Тіпті тығылып ораза ұстайтын болды, тығылып намаз оқитын жағдайлар болған кезде
осы дінімізді алып қалған негізі дәстүр деймін да. Біздің дұрыс. дәстүріміз осы дінді аман есен алып қалды деп кейде жастарға айтамын. Керісінше дәстүрді бар екеніне қуану керек. Сонымен қоса біздің дәстүрлеріміздің қай-қайсысын алсақ та тозығы жеткендер енді баяғыда қалып қойды ғой. Қазір кілең озығы қалды деп ойлаймын. Себебі жаңа жеті шелпек пісіріп таратудың өзі бір мағынасына қарайтын болсаң өте терең ғой. Жастарға айтсаң таңғалады, ойламаппыз дейді да, оның мағынасы өте терең екен дейді да. Жалпы 7 деген санның өзі үлкен қасиеті бар. Жалпы сан ғой. Рамазан айы болды ғой, бәріміз ораза ұстадық. Кейін қадір түні қашан дедік те, бәріміз іздедік соңғы 10 күнде. Сонда Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху айтады, қадір түні 7-ші түні деп. Сосын одан сұрайды ғой Омар радиаллаху анху, неге оны 7-ші түні деп айттыңыз десе, ислам дінінде 7 деген сан қасиетті дейді. Апта 7-ден тұрады дейді да. Біз тауап етеміз Қағбаны 7 рет дейді. Сәждеге барғанда 7 нәрсемен сәждеге барамыз дейді. Сол үшін 7 қасиетті сан болғасын, қадір түні 27-сі деп ойлаймын дейді. Біз де сол 27-сі түнінде күттік қой қадір түнін. Жалпы 7 деген сан мына қасиетті деп қазақтарымыз қатты бағалап, сол шелпекті 7 рет пісіріп таратқан. Сыртынан қарасаң ойлайды бұл қарапайым дәстүр деп. Бірақ бұрындары мына нан табу ең қиын нәрсе нан табу болған ғой. Жерді жырту, комбайн жоқ, ол кезде анандай нелер жоқ, қолмен жыртады, бұқаға нені тиеп, сөйтіп жыртатын да болған. Сөйтіп нан ең қасиетті тағамы, алтыннан да қымбат нан болған. Сол нанды өзіне ең қымбат нәрсені садақа етіп беру, ең садақаның садақасы екен. Сол 7 шелпекті таратқан екен да. Бірақ енді 7 деп санға қарап қалмай, біреу 3 шелпек таратса да, жалпы ең бастысы садақа беру шариғатымызда бар. Ал ол садақада не бересің, ол сізге байланысты. Ықыласпен бересіз бе? Сол ғой. Сол сияқты мына жастардың арасында көптеген мәселелер бізде кездесті басымызда. Жаңа келіннің енеге сәлем беруі, тіпті ана тұсау кесу деген бар ғой, аяғына, баланың аяғына қара мен ақ жіпті байлап, тұсау кескенде біреулер айтады, ол қара мен ақ деген қара түн мен ақ күн екеуін аман есен өтсін деп, қара мен ақ олай емес екен. Негізгі тарихына қарайтын болсақ, қара мен ақ дегеніміз өмірде адам жақсы өмір сүреді, қиыншылықта болады адам. Жақсылықта да, қиыншылықта да болады. Содан сүрінбей өтсін деп қайшымен кеседі екен. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар ғой. Мен мұсылмандарға таңғаламын дейтін да. Олардың қандай ісі болса да керемет. Неге десеңіз, егер де оларға бір жақсылық келсе не істейді? Шүкір етеді. Ал егер оларға бір қиыншылық келсе, жаңа ақ пен қараны айтып жатыр ғой. Егер оларға қиыншылық келсе, қара келсе, яғни сабыр етеді. Осы екі жағдайда да ол сауапқа кенеледі дейді. Сол үшін біз кішкентай балалардың аяғына ақ пен қара жіпті байлап, пышақпен кесіп сүрінбей өтсін. Жақсылық болса шүкір етсін, қиыншылық болса сабыр етсін деп кесіп жібереміз. Көрдіңіз бе, қандай ол үлкен бір сыр жатыр да ол жақта. Сол үшін де мына дәстүр мен дін мен дәстүр деген әлі көптеп кітап жазылу керек деп ойлаймын. Бізде мына Ержан Қажы Малғажыұлы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы дін мен дәстүр жылын 2-3 жыл қатарынан жылы деп мұсылмандарға айтып, көптеген мағлұматтар шығарды, өзі де кітап жазды. Сол кітаптарды оқыту керек сияқты, жастар білу керек, біздің дәстүріміз қандай тереңде жатқан. Дұрыс. Біздің дәстүріміз шариғаттан негіз алатын білуіміз керек. Дұрыс, айтуыңыз өте орынды. Мен өткенде осы тікелей эфирге қосылған кезде айтқан едім, жаңағы мына большевиктер дедік, жаңағы қызыл әскер дедік, біздің Қазақстанның діні, жаңағы қазақтардың ғұламалығы бір бәйтерек деп алатын болсақ, жаңағы қызыл әскеріміз ара болып келсе, жаңағы совет үкіметі дейміз бе, большевиктер дейміз бе, олар балта болып шапты деп, сөйтіп біздің бәйтерегімізді жер бетінен жойды олар. Бірақ оның астында тамыры қалды. Оның тамыры осы жаңа өзіміз айтып отқан салт дәстүрімізбен біте қайнасқан ислам діні де. Біздің негіз дәстүріміз ислам дініне қатты негізделген ғой. Сол қазір біздер енді жаңа үйреніп келе жатырық, жаңа сол жел бетінен жойылған бәйтеректің тамырынан өрбіп келе жатқан ұрпақтарымыз ғой біздер. Сол үшін жаңа көбірек оқып,
әлде де дамытып ислам дінін кеңінен қарастыру керек деп ойлаймын. Сіздің жаңа айтқан әрбір әңгімеңізде ғибрат бар екен. Жаңа жеті шелпек, ол қоғамда барлық адам, 99% адам, бізде қазақтар білет ол нәрсе не екен. Сол үшін осы нәрселерді әлде де кеңінен насихаттасақ, кеңінен түсіндірсек, жаңағы тұсаукесер туралы айтқан ғибратты әңгімеңіз өте керемет екен. Оны да жаңағы насихаттап жүрсек біздер барынша. Жалпы мен бұрындары мынандай бір мақала жазғам, дін мен дәстүрдің сабақтастығын мағынасында. Бірақ ол мақалада көбіне мына бұрынғы Тәуке ханның жарғысы бар ғой, білесіз ғой да? Тәуке ханның жарғысында заңдарды келтіргем. Сол заңдарға қарайтын болсақ, соның өзі бір үлкен бір шариғат екен. Енді Тәуке хан кезінде мына дәстүрге қатты берік болған, сол кезде дәстүрлеріміз жаңғырып жатқан уақыттар ғой. Сол кезде ата-ананы құрметтемеген адамды кәдімгі ауылдан теріс есекке теріс айналдырып отырғызып қуып жіберетін болған, әке-шешеге қарсы шыққан адам. А ислам дінінде әке-шешеге уф деп айтпа дейді тіпті да. Сол сияқты көптеген мәселелер осы шариғаттан алған көрінеді. Бірақ та қазіргі қоғамда кейбір дәстүрлер бар, жаңа оны құптай алмаймыз біздер. Кейбір ана SMS келеді ғой соткаға, ол да бір дәстүрге айналып кетті. 7 адамға таратсаң, жолың ашылады. Сол ондайларды құптамаймыз, себебі ол басқа елден адамға бір жалған бір сенім арттыратын дәстүрлер. Сол сияқты басқа да бір мына дәстүрге айналып кеткен бар, столға арақ шарап қоймай, ол да бір дәстүр десек те болады. Арақ шарапсыз той өтпейді, бірақ ол қазір үйреніп келатыр оған. Арақ шарапсыз тойлар өтіп жатыр, бірақ ол дәстүрді біз қоюымыз керек. Сол сияқты кез келген мына Европадан келген, әлде басқа жақтан келген шариғатқа да жоқ, өзіміздің адами арын ожданымызға да келмейтін кейбір дәстүрлерді, оларды тастау керекпіз екен да. Әйтпесе дәстүрді шариғатпен болады екен ғой деп бір ұшын ұстап алып кете беруге де болмайды. Кейбір кісілер бар бізде ілім жолында жүрген деген сияқты, немесе осы дін саласында да жүрген, бірақ дәстүрдің бәрін қабылдайды деген сияқты. Бірақ та мына жастарға түсіндіруіміз керек, дәстүрдің қай жағы дұрыс, қай жағы бұрыс, немесе тарихты оқытуымыз керек. Мен ойлаймын, мына бізде кейде жастармен жұмыс жасаймыз ғой, тек қана дінді айта бермей, сонымен қоса не айту керекпіз? Тарихты кеңінен айту керек. Сол тарихтың өзі тұрған бір дінді айтады сол жерде. Абай атамыздың сөзі бар ана жерде. Көп қой енді, Шәкәрім Құдайбердиевтің сөзі. Ондай солардың сөздерімен айтсақ кішкене өтімді болады ау деймін да. Дұрыс, айтуыңыз өте орынды. Бізде соны айту үшін менде қазір тарихты нақтылап зерттеп оқып жатқандардың бірімін. Ертең халыққа жаңа түсіндіргенде өзіміз оқып біліп барып айтайық, амал етіп барып айтайық дегеннің бірімін. Сол тарихтан көріп келе жатырық бізде, жаңағы дәл сіз айтқандай, бірінші бетті ашқаннан бастап таң қалып бастайсың, содан жаңағы неше бет оқисың, сол беттің барлығында таң қаласың ғой. Уәдеге беріктік, жаңағы ол кезде жаңағы мұсылман дінінде мұсылман адам өтірік айтпайды деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кесіп айтқан ғой. Дәл сол секілді уәдеге өте қатты беріктікті ұстанған екен да. Бізден жаңа тарихымыздан қарайтын болсақ, дінді жаңа намаз оқиды, оқымайтыны бар, оның ішінде жаңа батырлардың заманы алатын болсақ, қай-қайсысы да жаңа уәдеге, сөзге өте берік. Сосын жаңа ата-ананы құрметтеуге, үлкеннің алдын кеспеуге, соның барлығын қарай берсең таңғала береміз кәдімгідей. Сосын жаңа халық арасында көп айтады ғой, мысалға тіленші болма біреуге, ағайынмен араз болма, сосын нағашы жиен деген бар, оның барлығы да бізде шариғатта да. Тіленші адамды өзіңіз білесіз ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тіленші адамның дұғасы қабыл болмайды деген. Сосын ағайын тума-туыспен араз болған адам бізден емес деп айтқан. Соның барлығын жаңағы үлкен бір мектеп қылып қалыптастырып тастаған ғой. Былай қарасаң қарапайым нәрсе, кішкентай балалар отбасынан бастап, кішкентай кезінен бастап сіңіре береді. Ол үлкен бір ғылым болғанымен біздерге олай үлкен бір нәрсе сияқты ол көрінбеуі мүмкін.
бірақ ол сыртынан қарағанда, кәдімгі ұлттық тұрғыдан қарағанда, діни тұрғыдан қарағанда үлкен ғибрат бар екенін қуантады біздерді. Сол үшін біз де өзіміздің дәстүрімізді білейік деп ізденіп жатыр бүгінгі күні. Мына мен есімде бар бұрын, енді өзімде Тасқалада болғасын, бізде мынандай бір әдет қалыптасқан. Үйге айқалап кірме дейді да, анандай. Үйге айқалап кірме деген, яғни үйдегі адамның психологиясына әсер етпейтін дәрежеде тәрбиелеп тастаған. Жаңағы үйге жүгіріп кіруге де болмайды екен. Дәстүр бойынша былай қарасаң, үйге жүгіріп келгенде адам шошып кетеді ғой. Не болып деп деген сияқты. Адамның құттай бір несінде қатты бағалаған екен да, біздің қазақ дәстүрі. Мысалы, қазақта бар да, жаман болады, адал, бұл жақсы болады деген сияқты немен есептейді ғой. Мысалы, жаңа қазақтарда өзіміздің дәстүріміз бойынша мына періштерінің құлағына шалынсын деген сөз бар. Да? Садақаларда көп айтады ғой. Тойда айтады, біз айтқан тілектеріміз періштерінің құлағына шалынсын дейді. Былай қарасаң, ол араб елінде де ол сөз жоқ екен, жалпы. Ол сөз араб елінде де жоқ екен. Ол сөз бізде қазақта қалыптасқан. Алайда мына хадистерде бар, кімде-кім бір дұға қылса, және оны періште әмин десе, ол Аллах тағаланың алдында қабыл болады деген. Сол үшін де біздің қазақ ата-бабаларымыз шариғатты терең білгенін байқатады. Періштенің құлағына шалынсын дегені, ол періште әмин десін дегені ғой. Сол әмин десе, Аллах тағала қабыл болады деген сөзге келеді. Сол үшін де біздің кейбір құттай бір мән бермейтін сөздің өзі айналып келгенде шариғатқа тіреліп жатыр. Сол сияқты ол жалпы көп оқу керек. Мына жастарға мен мынандай кітапты ұсынар едім. Сіз де айтып жүріңіз жастарға. Дін мен дәстүр деген өте керемет кітаптар да. Ата-ананың жәннаттың кілті ата-ананың аяқ астында деген Резабек Батталының кітаптары бар. Сол сияқты осындай бір кітаптарды балдарға айтып, басқа бір түсіндірген кезде де оларды алатын источниктарында айтып кету керек деп ойлаймын. Қайдан оқимыз, олар ойлайды ғой мен. Бірақ та оның бәрін түсіндіріп айту керек. Тарих кітаптарын оқу керек. Және де жаңағыдай бұрынғы Абай жолы деген кітаптар бар ғой, оларды ішінде тұнып тұрған шариғат. Машалла. Дұрыс, айтуыңыз өте орынды. Қосыламыз. Енді Қуанғали мырза, жұмысыңыз жемісті болсын. Аллах тағала жалпы осы елімізге адал қызмет етіп, елімізге бір құттай бір үлесіміз тисе, соған өзі шүкір дейміз ғой енді. Дұрыс. Солай, сізге де соны тілеймін. Осы тәуелсіз елде жаңағы дінімізде тәуелсіз болғанын қалаймын. Онымен қоса жаңағы дәстүрімізде барлығы берік болғанын қалаймын. Біздерден де кейін келетін ұрпақ бар. Бізге салт дәстүрмен жеткізген болса, біздер де оларға дінді жеткізу керекпіз ғой. Аманаттап қалдырып, бала кезден сіңіріп. Сол үшін Алла тағала сізге де бізге де қуат берсін. Осы бабаларымыздың даналығын берсін. Иман, ислам жолынан тайдырмасын, дін исламның қызметінде болуға жазсын баршамызға. Елімізде тыныштық болғай. Жалпы жастарымыз мына дәстүрге де қарсы шықпайды, дәстүрлі бағытпен жүруге тілектеспіз. Әмин. Аяқтаймыз ба? Уалейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Рахмет.